Армысыздар. Сонау 90 жылдардың топалаң уақытында еліміз еңсесін тіктей алмай жатқан кезеңде тәуелсіздік үшін күресіп, азаттық үшін арпалысқан азғантай ғана азаматтардың арасында асқақ тұлғасы аттың басындай, арқардың құлжасындай, адайдың алшаң келіндей, алаштың мырзасындай болып, айбарақтанып көзге шалынатын, арада қанша ықылым заман өтсе де, алдағы уақытта да тұлғасы мен тұрпаты шоқтығы биік болып шоқыланып көріне беретін арыстан жүректі айбарлы еріміз Сайын Шапағатов атындағы медалға ие болу мен үшін мерей, үлкен мәртебе. Сайын ағамыз дүниеден өткенмен саясаттағы қазақтың мүддесі мен ұпайы толық түгенделген жоқ. Бұл қазақтың халық болып қалу, ел болып есін жию жолындағы ешқашан тоқтамайтын мәңгілігінің мәңгілік күресі деп есептеймін өз басым. Сайын ағамыздың салып кеткен сара жолы, дара соқпағы үзілген жоқ. Оның күрескерлік рухы өшкен жоқ, өлген жоқ, өзгерген жоқ. Қазіргі таңда қазақ елінің бостандығы үшін бел шешіп күресіп жүрген белсенді азаматтардың мен деген әрбір қазақтың бойында атойлап, аттандап тұр. Ақиқат үшін, ар үшін, адамгершілік үшін, әділдік үшін күрес ешқашан тоқтамайды, әлі де жалғаса береді. Қашан қазақ елі, қазақ халқы, қазақ ұлты толық бостандық, толыққанды азаттық, толыққанды тәуелсіздік, ақиқи азаттық алғанша жалғаса береді. Сол бір нұрлы күндерді көруге жазсын баршаңызға. Рахмет.